Астананың аязынан тұрғындарды қорғау үшін жабық типтегі аялдамалар салынады дегенде елорданың барлық тұрғыны қуанып қалған еді. Бүгінде осы идея жүзеге асып, халық бір марқайып қалды. Рас айтасың, астанамыздың суығынан қорғануға өте бір керемет шешім болды. Дәл осындай аялдамалар қаншалықты халықты суықтан қорғай алады, сенімді ме? Әріптесіміз Маржан Нүсіпбек толығырақ баяндайды. Астанада мынадай аялдамалар пайда болғалы 3 жылдан асты. 2015 жылдан бастап ашыла бастаған бұл аялдамалардың саны қазір 100-ден асады. Мегаполис әлемдегі ең суық астаналардың бірі екенін, әрі 2-3 күнде ауа температурасы күрт төмендейтінін ескерсек, мұндай аялдамалар керек ақ. Қалада санаулы жерде ғана бар ғой маршруттар, остановкалар. Мысалы, біз жаңа Қабанбай Батырда тұрдық, 1 сағат далада адамда тұр. Үсіп кеттік. Мынандай остановкалар жоқ. Әр жерде бір 5-6 жерде ғана бар ғой қалада. Қатып қалған кезде жылынуға болады мысалы. Жаңа аялдамасында жылы аманда салған. Қойғандар өте дұрыс. Мен өз басым жақсы құптап жүрмін. Жақсы жүр. Деген сайын жылынам жақсы. Рахмет сендерге. Жылы павильондардың ерекшелігі сол, заманға сай Wi-Fi желісімен және телефон қуаттайтын тетікпен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ аялдама температурасын бақылауға болады. Аялдама ішінде жарық және бақылау камерасы да орнатылған. Қай автобустың қай бағытқа баратынын және сіз тұрған жерге қашан келетінін көрсететін ақпараттық тақталар жұмыс істеп тұр. Қазір міне біз айтылған ерекшеліктерді тексеруге келдік. Бірінші қуаттағыш көзіне телефонымызды қосып көрейік. Мінекей телефон қуат алды, яғни бұл жерде қуаттағыш істеп тұр деген сөз. Енді біз қазір телефон Wi-Fi-ға қосылатын, қосылмайтынын тағы бір тексеріп көреміз. Мінекей менің телефонымда ашық Wi-Fi желісі шығып тұр. Осыған қосылып көрейік. Wi-Fi-ға қосылды. Енді әлеуметтік желілерге кіретін, кірмейтінін тексеріп көреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде қазір әлеуметтік желі жаңармай тұр, яғни Wi-Fi желісі әлі іске қосылмады деген сөз. Ал әлем елдерінде, Кореяда, Ресейде жылы аялдамаларды кездестіруге болады. Әр елдегісі әртүрлі. Біреуі қарапайым полиэтиленнен жасалса, енді бірінде жатып демалатын орынға дейін бар. Ал өз елімізге келсек, бас қалада жыл аяғына дейін бюджет қаражатына 55, ал мемлекеттік жекеменшік серіктестік есебінен 31 жылы аялдама орнатылмақ. Көбі пайдалануға беріліп те қойды. Келер жылы инвесторлар тарапынан 200-дей жылы аялдама қою жоспарланыпты. Мұндай аялдамалар тек Астана ғана емес, Қарағандыда да орнатылды. Ал Өскемен сынды суық қалаларға орнату енді қолға алынбақ. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағыланов, арнайы Қайырлы таң үшін.